Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін видеоны аталған көргендей Nissan Patrolға қорытынды шолу жасалған және келесі автокөлік Jaguar тағылды. Қарсаңыздар. Бірінші шолуымызды Nissan Patrolға жасайық. Nissan Patrol бүгінгі күні сатылды. Сол Nissan Patrolды алғаннан басқа көптеген өзгерістер енгізілді. Ең басты өзгеріс ол бұл автокөлікте газ қондырғысы орнатылған. Алайда мен сатып алған кезде газ қондырғысы ол істемей тұрды, істен шыққан болды. Сондықтан газ қондыратын жерге техникалық қызмет көрсету орталығына апарған кезде көптеген қосалқы бөлшектерді мен орыс тілінде айтамын, өйткені біз күнделікті күні әрбір қосалқы бөлшекті орыс тілінде айтамыз. Диагностика жасады компьютермен. Сол кезде клапан ТНВД істен шыққан деді. Сол себепті газ қондырғысы қосылмай тұр. Бұл автокөлікті мен арнайы техникалық қызмет көрсету орталығына апардым. Тек қана Nissan Patrol тексеретін орталық. Сол орталыққа апарған кезде клапан ТНВД 240 мың тұрады деді. Ремейнен бар, ролигін ауыстыру керек. Сосын крышка клапан май тамып тұрды, сол жерде прокладкасын ауыстыру керек болды. Және выпускной коллектор дейміз, выпускной коллектордың прокладкасын ауыстыру керек болды. Бұл жұмысты 2 күнде жасады. Қосалқы бөлшектері барлығы Жапон елінен алынды, оригинал. Жұмысымен барлығымен мен 937 мың теңге төледім. Оның ішіне кіретіні 170 мың жұмысы, техникалық қызмет көрсету орталығының. Қалғаны ол қосалқы бөлшектердің бағасы. Қосалқы бөлшектерден бөлек раздаточная коробка, соның сливной пробкасынан май тамып тұрды. Ол жер жөнделді. Сонымен қатар капоттың асты, мотор бөлігі толығымен газ қондырғысы алынып, завод түріне келтірілді. Қазір бір видео қоссам, бұл видеода байқасаңыздар, техникалық қызмет көрсету орталығының көлігін алар кезде, сол орталықта бір күнде 10 автокөлік жөнделуде тұрды. 10 автокөліктің мастерден сұраған кезде 70% осы газ қондырғысынан келеді дейді автокөліктер. Бұл автокөлікке газ қондырғысын орнатуға болмайды, мүлдем тыйым салынған. Екіншіден, моторларды көбісі май жейді. Және сапасыз отын құйылған. Бұл автокөлікке ең кемінде АИ-95 маркалы бензин құю керек. Біздікілер көбінесе 92 маркалы бензин құяды, және сапасы нашар болғандықтан осы моторын жөндеуге әкеліп соғады екен. Орта есеппен мотор 3,5 миллион теңге тұрады, контрактный дейміз. Ал жөндеу шамамен 2,5-3 миллионға барады екен. Жөндеу жұмыстар жасалғаннан кейін бұл автокөлікпен Балқаш қаласына демалуға бардық. Трассада өте жайлы, жақсы жүреді. Орта есеппен, егерде жөндеуге дейін 18-19 литр 100 шақырымға отын майын тұтынса, жөндеуден кейін аралас режимде 15-6-15-8 100 шақырымға отын майын тұтынды. Егерде мотор жағына келетін болсақ, завод өндіруші бұл 5-6 моторларға 1000 шақырымға 1 литрдай май тұтыну көрсетілген. Алайда мен Балқашқа барып келуіме 2 литрдай май құйдым қосымша. Себебі Балқашқа дейін, Астанадан Балқашқа дейін 700 шақырым болса, барып келу 1400, 1000 шақырым дейміз, 1000 шақырымға 2 литрдай май құйдым. Бұл мотордың ресурсынан келген
яғни капиталдық жұмыс жөндеу жұмыстарын жасау керектігін белгісі. Тағы да айтылатын кемшіліктері, бұл автокөлікпен серуендеуге, басқа қалаларды аралауға, трассамен жүруге өте ыңғайлы. Іші кең, жайлы және отын тұтыну айтып 15-8, 15-6 солай көрсетіп отырды. 100 шақырымға 95 және 98 маркалы бензин плюсы. Алайда қала ішінде өте ыңғайсыз, себебі габариттері өте кең, жаңағы тұрақтардың орын табу өте қиын, ыңғайсыз. Қала ішінде отын майын тұтыну шамамен 18 литрға дейін барады. Nissan Patrol'дың қазіргі осы Y62 санағындағы автокөлік 2012 жылғы орта есеппен 12-13 миллионды құрайды нарықтағы бағасы. Алайда қазір автокөлік нарығы түсініксіз жағдайда болып тұр, себебі қолданыстағы автокөліктерді сату өте қиын. Бұл өйткені сұранысқа тапшы, себебі нарықты қазір көбінесе жаңа көліктер басым. Қытай нарығының көліктері, Жапон елінің көліктері және тағы басқа. Сол себепті бұл автокөлік сатылымға қойылғаннан кейін 2 жұма ішінде ешқандай қолма-қол ақшаға алатындай ұсыныс болған жоқ. Алайда ауыстыратын көптеген көліктер ұсынылды. Сол көліктердің бірі бүгінгі автошоурумымыздағы JAC T6 2022 жылғы. JAC T6 пикап санағындағы Қытай автокөлігі дәл бүгінгі шолуымыздағы автокөлік 2022 жылы Қазақстанда жасалынған Сарыарқа автопром компаниясында. Бүгінгі күні 135 мың шақырым жүрілген. Жаңағы Ұлытау облысынан Жезқазған қаласынан келді. Яғни жаңағы Nissan Patrol'ды осы көлікке ауыстырдым. JAC T6-ның нарықтағы орта бағасы шамамен 9 миллион 200 мыңды құрайды. Техникалық сипаттамаларына келетін болсақ, JAC T6 екі мотор гаммасымен шығарылады. Біреуі 2 литр турбо бензин нұсқасы болса, екіншісі 2 литр турбо дизель нұсқасы. Екеуде де 6 сатылы механикалық коробпен қамтылады. 2 литрлік турбо бензин нұсқасында шамамен 177 ат күші бар, 290 ньютон-метр момент, және 100 шақырымға шамамен 7,5 аралас режимде және қала ішінде 10-11 литр отын майын тұтынады. 100 шақырымды шамамен орта есеппен 12 секундта бағындырады, максималды жылдамдығы 150 км/сағатына. Және Euro 5 стандартымен шығарылады. Ал дизельдік нұсқасына келетін болсақ, 136 ат күші бар, 320 ньютон-метр момент және максималды жылдамдығы 150 шақырым құрайды. Және Euro 5 стандарты. JAC T6 толық жетек болып келеді. Разъятка қорабы 3 режимде қосылады. 2H, 4H және 4L. Яғни повышенный және пониженный. 4H режимінде максималды жылдамдық 80 км-ға дейін жүруге болады. Ал 4L режимінде максималды жылдамдық 40 км. Бұл көліктің разработкасы Borg Warner фирмасынікі. Ол нарықты біраз жылдар өзінің жақсы жағын көрсеткен. Яғни бүгінгі күні Borg Warner'ның разработкасы көптеген автокөліктерге орнатылады және өзінің жақсы жағын көрсеткен. JAC T6-ның габаритіне келетін болсақ, ұзындығы 5,32 метр, ені 1,88, биіктігі 1,83 метр және
дөңгелек арасы 3,09 метр құрайды. Клиренс екі түрлі болып келеді. Ол жаңағы мотор гаммасына байланысты. Бензиндік нұсқасында 198 мм, ал дизельдік нұсқасында 216 мм құрайды. Көліктің жүксіз салмағы 1930 кг-нан 1990 кг-ға дейін барады. Толық массасы бензиндік нұсқасында 2720 кг, ал дизель нұсқасында 2830 кг құрайды. Ал дөңгелектеріне келетін болсақ, 17 радиусындағы дисктер 245-65 шиналармен орнатылады. Барлық дөңгелектерінде қысым көрсету датчигі орнатылған. Тежеуіштеріне келетін болсақ, алдына да артына да диск тежеуіштері орнатылады. Алдыңғы дисктері ол желдетіледі. Алдында пружина орнатылған болса, арт жағында 4 парақты рессор орнатылған. Пикап жанарындағы автокөліктердің ең басты бағаланатын жайы ол жүк салу көлемі және жүк салу массасы. Қорабы жаңа жоғарыда айтылғандай 6 сатылы LC6T32 маркалы қорап. Джакта 6 Қазақстанда бүгінгі күні 3 комплектацияда сатылады. Ең бастысы ол комфорт, 15 миллион 590 мың теңгеден басталады. Екіншісі комфорт плюс, ол 15 миллион 790 мың теңге. Және ең жоғарғы сапалы, ең қымбаты ол лакшери, 16 миллион 290 мың теңгені құрайды. Ал достар, бүгінгі біздің автошолуымыз осындай болды. Егер де осы автокөліктер бойынша сұрақтарыңыз болса, астына пікір білдіре кетіңіздер. Видеоны лайк басыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар.